Барлықтарыңа қайырлы күн, құрметті оқушылар. Қазақ әдебиеті пәніне қош келдіңдер. Сабақ беретін мұғалім мен Исатай Гүлшат. Біздегі бүгінгі тақырып Төлен Әбдіктің қонақтар әңгімесі мен Жамбыл Жабаевтың зілді бұйрық өлеңі. Біздегі бірінші тақырып Төлен Әбдіктің қонақтар атты әңгімесі. Әңгімені бастамас бұрын автордың өмірбаянына шағын тоқталып өтейік. Төлен Әбдік 1942 жылы Қостанай облысында дүниеге келген. Қазақ әдебиетіне көкжиек атты әңгімемен енді. Осының негізінде шығармаларының жанрын тарихи тақырыпта және де психологиялық тақырыпқа екіге бөліп қарастырады. Психологиялық тақырыпқа қатысты оң қол, қайырсыз жұма, байсүй, қонақтар секілді әңгімелерін атап өтсек, тарихи тақырыпқа әке оралу, өлі ара секілді романдарын жатқыза алады екенбіз. Енді біздегі бүгінгі өтетін қонақтар атты әңгіме ұбт-да өте көп келеді. Енді бұл шығарманың не себепті қонақтар аталатындығын шығарма соңында түсінетін боламыз. Олай болса әңгімемізді бастайық. Шығарманың басы Қаратүбек маңайында өмір сүретін Ерғабыл қарттың әңгімесінен басталады. Ерғабыл қарт пен оның кемпірі далада шай ішіп отырады. Дастархан басында бұлардың айтатын ең негізгі әңгімесі жалғыз балалары Сапабектің ауылға келуі. Жалғыз балалары Сапабек курорттан қайтып келе жатыр. Бұл балаларын оқытып, білім алсын деп қалаға жібергеннен кейін Сапабек ауылға қайта оралмай, қалада отау құрып, сол жақта қалып қалады. Ерғабыл қарттың жалғыз баласы болғандықтан Ерғабыл қарт барлық үмітін осы баласына артып отырады. Енді Ерғабыл қарттың ішінде бір өкініші болады. Бектемірден қалған жалғыз тұяқ едім, ертең мен өлсем, менің денемді қара жерге кім тапсырады деген ішінде бір өкініші болады. Жалғыз баланың сиқы мынау, қалада жүр, ата-анасын, ауылын бір ойламайды деген секілді ішінде өкініш болады екен. Енді Ерғабыл қарт пен кемпірі далада шай ішіп отырған кезде Ерғабыл қарт шақшам қайда деп шақшасын сұрайды. Сонда кемпірі ашуланып, сені осы шақшаңды, намазыңды, оқығаныңды барлығын сұрап жүре береді екенсің, неге барлығын ұмытып қаласың деп кемпірі ренжиді. Сонда Ерғабыл қарт кемпірінің бұл ренішіне, сен бұлай ренжитін болсаң, онда мен ауылдағы Бағиланы әйелдікке аламын деп айтады. Кемпірі тұрады да, жетісіпсің. Балаңның үйленіп балалы болған шағында енді сен отау құруың қалған еді деген секілді кемпірі Ерғабыл қартқа жекіп сөйлеп тастайды. Екеуі осылай әзілдесіп, қалжыңдасып отырған кезде сырттан көліктің дауысы шығады. Осы кезде Ерғабылдың жалғыз баласы Сапабек баласы мен әйелін алып келеді. Сапабектің баласының есімі Жеңіс, жаттап алайық. Сапабектің баласы Тома Сапабектің әйелі. Осы кезде Ерғабыл қарт немересінің келгендігіне қатты қуанып, Жеңістің алдынан жүгіріп шығады. Алайда Жеңіс атасы мен әжесін жатырқап, оларды жатсынады. Сол кезде Ерғабыл қарт әлгі жаман неге бізді сонша жатсынып тұр деген секілді Сапабекке ренішін білдіреді. Бұл жердегі реніші өте орынды, неге өйткені Сапабек ауылға жиі келмейді. Егер де жиі келетін болса, Сапабек ата-әжесін танып, оларға еркін ашыла алатын еді. Енді осы кезде Сапабек әйел мен баласын алып үйге кіріп, үйде осы Сапабектердің келгендігін естіген ауыл тұрғындары Сапабекке келіп, Ерғабыл қарттың шаңырағында үлкен жиын болады. Осы жиында Сапабек барлығының назарын өзіне қаратып, өзінің жұмысы туралы айтып бастайды. Сапабектің негізгі жұмысы геолог болады. Сонда бұл геологияның болашағы деген шіркін болашақ қой. Біз неше түрлі тастармен жұмыс жасаймыз. Соның негізінде мен Будапештке, Лондонға, Мароккоға барып келдім деген секілді мамандығын мақтаныш ретінде айтып отырады. Осы кезде Абыл есімді қарт, мына қарттың есімін жаттап алайық, өйткені бұл тестте келеді. Абыл қарт Сапабекке қарап тұрып, айналайын балам, сол тасыңның шынымен де пайдасы бар ма? Егер де пайдасы болатын болса, неге бізге біреуін алып келіп бермейсің деп айтады. Сонда Сапабек енді сөзін жалғайын деп жатқан кезде Ерғабыл қарт Сапабектің сөзін тоқтатып тастайды. Неге? Өйткені Ерғабыл қарттың баласынан көңілі қалады. Баласына қараса, баласы тым қатты мақтан сүйгіш, тәкаппар болып кеткені көрініп тұрады. Сонда Ерғабыл қарт баласына қарап тұрып, баласының осылай өзгергеніне қала өмірінің әсері бар екендігін меңзеп қоя береді. Осы кезде Ерғабыл қарт Сапабектің әңгімесін тоқтатып тастап, төрде отырған Дүйсенбінің баласы Аспандиярды ән айтуға көндіреді. Аспандияр, сенің әкең кезінде қоңыр дауыстан еді ғой, сен де бір әудеп жіберсеңші деп Аспандиярдың қолына домбырасын беріп, термесін бастатқызады. Сонда термеші ретінде біз Аспандиярды көруіміз керек. Термеші. Енді Аспандиярдың қазіргі кездегі жасайтын жұмысы
ауылда тракторшы болып жұмыс жасайды. Бірақ осы ортада бұл ән айтып, халық әнін, ауыл әнін шырқайды екен. Осы кезде барлық қонақтар қайтады. Қонақтар қайтқаннан кейін Ерғабыл қарт, кемпірі, Сапабек барлығы өздері ғана қалады. Сол кезде Ерғабыл қарт баласы мен келіннің іс-әрекеттерін есіне түсіріп, түні бойы дөңбекшіп ұйықтай алмайды. Неге? Өйткені келіні Тома ауыл тұрғындарының алдында тым ашық киініп алған, одан бөлек орысша сөйлейді, тіпті қарапайым шай құюдың өзін білмейді. Бұның барлығы әрине Ерғабыл қартқа өте нашар әсер қалдырады. Келесі Ерғабыл қарттың тағы бір күйінген нәрсесі немересінің орыс тілді болып өсуі. Неге? Өйткені Ерғабыл қарт Сапабекке немересі Жеңісті осы ауылда қалдырып кетсеңші, өзің қалада жұмыс жасап жүре бер, біз осы Жеңіспен алданып отырайық деген кезде Сапабек Жеңісті ауылда қалдыра алмайтындығын айтады. Өйткені Жеңіс орыс тілді мектепке барады екен, ал ауылда орыс тілді мектеп жоқ. Осыны сылтау еткен естіген Ерғабыл қарт баласына және немересінің орыс тілді болып өсіп келе жатқанына іштей қынжылады. Одан кейін баласының ішіндегі бір махаббат, мейірім, ата-анаға деген сағыныш, ауылға деген бір сағыныштың жоқ екенін көрген Ерғабыл қарт баласының осы іс-әрекетіне де ренжиді. Сонымен келесі күн таң атқан кезде Сапабек әкесінің ренішін байқап, Жеңісті осында қалдырамыз деген шешімге келдік деген кезде Ерғабыл қарт: жоқ, айналайын, балаларыңды өздерің алып кете беріңдер, оны ауылда қалдырып не істейсіңдер, бәрібір ауылда орыс мектебі жоқ деген сияқты Ерғабыл қарт ойынан айнып қалады. Сонымен баласы әйел мен баласын алып қалаға қарай кетеді. Ерғабыл қарт кемпірмен қайттан ауылда қалады. Сол кезде бұл қара бидайыққа қарап тұрып, кезінде неге мен ағайын туыстың қасында еріп кетпедім екен, неге жалғыз өзім осы ауылда қалдым екен деген сияқты өзінің бұрынғы іс-әрекеттеріне өкініп, осы қара шаңыраққа ие болатын жалғыз баланың сиқын көріп, іштей қынжылады екен. Әңгіме үміті орындалмаған, көңілі құлазған қарияның осындай жайымен аяқталады. Шығармамыздың композициялық талдауына келсек, әңгімеміздің басталуы Ерғабыл шал мен кемпірінің әңгімесінен басталды. Екеуі шай басында шақшасын, намазын Бағила кемпірді айтып бастады. Дамуы, қаладағы баласының келуі. Қаладағы баласы қайдан келді? Курорттан келді. Курорттан. Байланысы ауылдың қонақтары. Шиеленісі Сапабек пен әкесінің әңгімелерінің жараспауы. Бұл жерде әкесі Сапабектің тым қатты сөзуар болып кеткендігін, одан бөлек мақтан сүйгіш болып кеткендігін байқап, оның әңгімесін тоқтап тастап, келесі әнді кімге берді? Аспандиярға берді, ауыл әні. Шарықтау шегі мазасы кеткен қарт, шығарманың шешімі соңғы үміті орындалмаған қария, құлазған көңіл. Біздегі екінші тақырыбымыз Жамбыл Жабаевтың Зілді бұйрық өлеңі. Алдымен автордың өмірбаянына шағын тоқталып өтейік. Жамбыл Жабаев бір ғасыр өмір сүрген 20 ғасырдың Гомері болып табылатын атақты ақын. Бұл кісі менің өмірім атты өлеңінде қақаған қар аралас соғып боран, ел үрей көк найзалы жау торыған, байғара Жамбыл ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойылыпты атын содан деген секілді өлең жолдар арқылы өзінің қалай қайда дүниеге келгендігін ашып көрсетеді екен. Енді Жамбыл Жабаевты біз тек қана ақын ретінде ғана емес, сонымен қоса айтыскер ретінде тануымыз керек, өйткені бұл кісінің бірнеше айтыстары бар. Одан бөлек бұл кісінің шығармаларының басты тақырыбы 20 ғасырдағы нәубет замандар болды, қаншама ұлт-азаттық көтерілістер болды. Сол кезеңде бас көтеріп шыққан батырларды шығармасында дәріптеп көрсетеді. Соның ішіндегі өтеген, сұраншы, саурық батырларға арнаған жырлары бар. Одан бөлек барлығымыз жақсы білетін шығыстың мың бір түні деп аталатын шығармасы бар. Осылардың барлығын бұл кісі таңнан таңға дейін отырып жырлайтын болған. Одан кейін бұл кісі өзінің ұстазы ретінде Сүйінбай Арынұлын пір тұтатындығын айтып өтеді. Оған қатысты менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлемен сыйынбай деп айтады екен. Бізде бүгінге беріліп отырған Жамбыл Жабаевтың Зілді бұйрық өлеңі. Енді бұл өлеңді бастамас бұрын өлеңге қатысты бұтыда келетін ақпараттармен таныстырып өтейін. Өлеңнің негізгі алғашқы атауы Июнь жарлығы. Енді бұл шығарма 1916 жылғы 25 маусымдағы патшаның жарлығына сай шығарылған өлең екен. Енді 1916 жыл 25 маусымда қандай жарлық шықты дейтін болсаңыздар, 19 бен 43 жас арасындағы ер азаматтарды тыл жұмысына алу туралы жарлық шыққан болатын. Осы жарлықтың негізінде балаларын,
күйеуін тыл жұмысына жіберуге қорыққан ата-ана мен әйелдің зары мен мұңы айтылады. Одан бөлек бізде осы үйін жарлығы шығармасына ұқсайтын халық кегі, одан кейін патша әмірі тарылды деген екі шығарма бар. Патша әмірі тарылды. Жалпы 1916 жылға қатысты осы үш шығарманы міндетті түрде жаттап аламыз. Ертең сіздерге тестте сурет береді. Сол суретте көрсетілген оқиғаларды белгіле деп үш жауап қойып қояды. Оның үшеуі осы үйін жарлығы, яғни зілді бұйрық, халық кегі, патша әмірі тарылды болады екен. Олай болса өлеңді бастайық. Вернийдің жандаралдары бұйрық қылды дейді. Верний деп отырғанымыз бұл Алматы қаласы ғой. Құйрығы бұйрығының тіпті зілді. 31-19-да алады деген суық хабар халықты бұлқындырды дейді. Яғни осы хабардан кейін халық не істеді? Бұлқынып көтеріліске шығады. Жылады сорлы халық малын айтып, кеткен соң қолдан шығып қайтып келмес, дейді де еңірейді, егіледі, қайғының күні түні күйін тартып дейді. Сонда мына жерде ата-ана мен жаңағы бала-шаға, әйелі неге жылап жатыр? Кеткеннен кейін қайта олардың оралмайтындығын, келмейтіндігін білгеннен кейін оларды бұл жұмысқа, тыл жұмысына жібергісі келмейтіндігін және де мына жарлыққа мойынсұнбайтынын көрсетеді екен. Вернийдің қадам баспай қаласына кемпір шал жылап жатыр баласына, ешбір ем табылмады іздесе де халықтың жүректегі жарасына дейді. Пристав келіп қалды, бала сұрап, ел жатыр, бермейміз деп қойдай шулап, қырсаңда баламызды бермейміз деп тайсалмай әке-шеше жатыр сулап. Пристав ашуланды, аламыз деп, жігіттер тұр, бармаймыз қаламыз деп, егерде бұл түріңді өзгертпесең, басыңа бір ойранды саламыз деп. Яғни, егерде бұл жарлыққа, бұл бұйрыққа көнбейтін болса, міндетті түрде бір үлкен ауыр жаза тағайындайтын еді. Міне осы себепті де ер азаматтар амалсыздан бұл бұйрыққа көнді. Ал егерде бұл бұйрыққа көнбеген ер азаматтарды дарға асты. Ол туралы мына жерде былай деп келтіреді. Жиылды боз балалар бір кезеңге, қырғалы деген тасқын бір өзенге, пристав кетті еріксіз аламын деп, көресің бұл істі деп кезегінде. Бәрінде сол пристав жаттап алды, басшыларын қағазға хаттап алды, аттандырып бұл елге солдаттарын басты кісіні саптап алды дейді. Осы кезде халықты қырғалының бойына жинап, үлкен көтеріліс бастамақшы болады. Алайда ол көтерілісті бастамақшы болған Бекболат Әшекеев деген кісіні барлығымыз білетін болармыз тарихтағы. Міне осы кісіні көтеріліс басшысы деп танып, дарғасады. Сырттағы жұрт біз енді қайтеміз деп губернатор жандарал жауап алды. Жайлауда ту көтеріп шапқаны кім деп, яғни қараңыздар, жайлауда осы көтерілісті кім бастады деп жауап алған кезде өз айтты жандаралдың Бекболат деп, жаңағы айтқан Бекболат Әшекеев екен. Сонда Бекболат бола қалса ту көтерген бұйрық қылды. Дарға асып, оны өлтіріңдер деген бұйрық қылады. Енді Бекболаттың қасында әрине көтеріліс басшылары ретінде Қалиғұл мен Байбосын деген екі жолдасы болады. Осы екеуінде дарға қосып асады. Бұдан кейін әрине көптеген ер азаматтар қорқып, амалсыздан бұйрыққа көнгенімен, келесі бір шиен самысы бойында үлкен көтерілісті бастаған тағы да бірнеше адамды байқауға болады. Ол туралы өлең жолында былай келтіреді. Самсын алған екен Ботбай қамап, оларды жігітімен кетті сабап, тұтқындарды босатып ала алмады, бір пәлеге екінші пәле жамап. Приставта самсыға барған екен, Жәнібектің мешітін қамап алған екен, Жәнібек қажы жанына аратырды, бір болыс ел жиылып барған екен деп, осы жерде тіпті приставтардың әр елді ауылда аралап, көтеріліс басшыларын хаттап алып, оларды дарға асып жатқандығын, одан бөлек мешіттерді өртеп жатқандығын байқауымызға болады. Одан бөлек бұл кезде тамыздың сарша қайнап тұрған уақыты екендігін, сонымен қоса ораза айы кезі екендігін, сол кездегі ауыз бекіткен жұрттың Қарғалы өзенінің бойында ауыз ашқандығын айтады. Енді ертеңінде құтылып ұзына ғашыққа паңдатып келе жатты қара жолда. Бөлек-бөлек топтанып шоқтай болып, бай көпесті өлтірді Ботбай болып. Жаңа айттым ғой, мешіттерді өртеп жатты, одан бөлек бай көпестерді, саудагерлерді тонап, оларды да қосымша өлтіріп, қолындағы барлық мал мүлкін алып жатты. Бұл өлең жылдар арқылы 1916 жылдағы тарихи оқиғаның қаншалықты ауыр қиын болғандығын, халықтың басына қаншалықты зілзала болып түскендігін байқай аламыз. Ақыр ұлыққа түк қыла алмастан, не боларын бұл істің біле алмастан, күш жинамай қарусыз ұрыс қылып, боз баланы бітірді кек алмастан. Шейінде де әскермен ұрыс болды. Сол ұрыста топ басы саттар өлді. Енді
Жаңа айтқандай, Қарғалыда бөлек үлкен көтеріліс болды, Самсыда бөлек көтеріліс болды. Мына жерде Шиендегі көтерілісті айтып отыр. Шиенде көтеріліс бастаған Саттар есімді топ басы деп тұр. Саттар өлді, ел қашты деген хабар ел-елдерге жиылды. Оң мен солды шұбырып тауға қарап ел жөнелді. Не боларын соңында кім біледі? Тауға шығып өрмелеп, тасқа бұғып, елдің бәрі жанынан түңілді енді. Яғни осында үлкен көтерілісте елдің барлығы қорқып, жанынан түңіліп, бытырақ қашқандығы айтылып тұр. Біздегі жалпы Зілді бұйрық өлеңіндегі басты идея, басты айтылып отырған ой, ол 1916 жылғы халықтың ауыр тіршілігі. Сіздерге шығарма түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, сабақтың соңына келіп қалған екенбіз. Сабақты соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.